Баршаға бүгінгі видеода біз комментариялар мен WhatsApp-тағы жазуларға жауап береміз. Сұрақтарға негізгі жігіттердің көптеген сұрақтары бізде қыздарға қалай звондау керек, не туралы айту керек, және де қыздарға қалай ұнау керекті көптеген жігіттер сұрауда. Негізгі сұрақтарға жауап берсем, қыздарға ұнаудың қажеті жоқ. Өйткені қыздарға сендер ұнасаңдар, онда сендер өздеріңмен болмайсыңдар. Онда сендер басқаша боласыңдар. Ал басқаша болса, қыз оны сезеді, және де ол табиғи жағынан шынайы болып келмейді. Сендер өздеріңді алдайсыңдар. Мысалы, сендер адамдармен қатты сөйлесіңдер, қыздармен соларға ұнау үшін жұмсақ сөйлесудің қажеті жоқ. Қандай сындар солай сөйлесу керек қыздарға. Өйткені олар сендердің шынайы беттеріңді көргілері келеді. Сол себептен сендер қалай досыңмен сөйлесесің адамдармен, солай қыздармен де сөйлесу керек. Бұл негізгі тақырып. Қыздарға ұнаудың қажеті жоқ. Өздерімен болсаңдар, қыздар сендерді өздері-ақ ұнатып қалады. Сондықтан ұнау үшін небір сөздерді айтудың қажеті жоқ. Қалай сөйлесесіңдер, солай сөйлесіңдер. Қалай звондау керектігін мен алдыңғы видеода жаздым. Не туралы айту керектігін, енді не туралы деген темалар көп. Өздерің сөйлесу, сендерге бірінші бредогенератор алдындағы видеода горло деген жаттығулар жасау керексіңдер. Сол кезде сендердің не туралы айту керектігін сендер ойламай айта бастайсыңдар. Және де далаға шығып танысыңдар. Ең бастысы телефонмен звондамас бұрын сендер далада бірнеше қыздарға жақындайсыңдар. Өте әдемі қыздарға. Көбісі ойлайды, өте әдемі қыздардың жігіттері бар деп, бірақ олай емес. Өте әдемі қыздардың жігіттері болмайды. Ол өте аз. Және де оларға ешкім жақындамайды, ұялады өйткені. Ал әдемі емес қыздар, олармен қиындау сөйлесу. Негізі менің практикам бойынша әдемі емес қыздармен сөйлесу қиындау болып табылады. Өйткені олармен көбі сөйлеседі, және де олар әдемі емес. Негізі шынайы әдемі қызды сындыруға тез, әдемі емес қызды сындыруға қиын. Енді ол бастапқыда жігіттердің өздеріне байланысты. Негізі әдемі қыздармен сөйлескен дұрыс, жақындаған дұрыс. Сол себептерден далада танысамыз, әдемі қыздарға жақындап номерлерін алып сөйлесеміз. Ұялмау керек, бастысы звондау керек. Не туралы сөйлескенде қағаз алдында айттым, не туралы сөйлесу керектігін. Темалар жазып қоясыңдар, олардың қызығушылығын біліп аласыңдар. Сол қызығушылық арқылы сөзбен сөз қосылып сөйлесе бересіңдер. Бірінші кездескенге дейін біз көп звондамаймыз, кездесуге шақыруға ғана звондаймыз. Кездесіп бәрі жақсы болса ғана звондап сөйлесе береміз. Негізгі сол осы видеода. Сендерге айтарым, далада жақындаңдар, көп сөйлесіңдер, тілді дамытыңдар. Күніне 10-20 қызға жақындасыңдар, сол жетеді негізі әдемі қыздарға. Өздерің білмейсіңдер қалай милерің бәрі өзгере бастайды. Сөйлесу жақтарда жақсара бастайды, бәрі жақсы бола бастайды. Келесі видеода мен негізі жақында далада қыздарға жақындауды түсірем. Сол кезде барлығын сол жерден көресіңдер. Қалай жақындау керектігін сол жақындаулар арқылы біз разбор жасаймыз.